Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жанар. Бүгін аджиканың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен мясорубкамызды дайындап алып, помидорларымызды тазалап жуып, төртке бөліп, осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Бұл жерде 3 килограмм помидор. Енді келесі кезекте 3 пиязымызды тазалап жуып аламыз. Яғни осылай көбік-көбіктерге бөліп турап аламыз. Қызып тұрған үлкен ыдысымызға 150 мл майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне пиязымызды салып, жақсылап видеодағыдай етіп, осылай қуырып аламыз. Пиязымыз сарғайып қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы мясорубкадан өткен помидорымызды құямыз. Сосын қайнағанша үлкен отта жағып, кейін қайнағаннан кейін жай қойып жарты сағат қайнатамыз. Енді болгарский, қызыл болгарскийлерімізді еттартқыштан өткіземіз. Бұл жерде менде 4 килограмм қызыл болгарский. Мясорубкадан өткізіп болғаннан кейін помидордың үстіне құйып, бұны да 40 минуттай қайнатамыз. Яғни бұл жерде қайнату барысында астын қосып тұрыңыздар. Мына жерде мен зелень және де қызыл бұрыш 8 штук және чеснок 10 штук салдым. Егер де сіз қатты ащы болған қаласаңыз, онда көп мөлшерде перец қоссаңыз болады. Түсі осындай керемет болып тұр. Яғни тағы да 10-15 минут қайнатамыз. Міне қайнап шықты. Түсі деген өте керемет болып тұр. Ащысы прям менің мұрныма келіп тұр. Енді 2 қасық уксусымызды салып, тағы да кішкене жай отта қайнап тұрған үстіне саламыз. Яғни тұзымызды біз салуды ұмытып кеттім, айтуды ұмытып кеттім салған кезімді. Біз тұзды, яғни 2 қасық тұз және 1 кішкене белая қантымызды саламыз. Мына жерде ыстық қайнап тұрған суға крышкаларымызды осылай салып, стерилизовать етеміз. Банкамызда стерилизовать етіп болғаннан кейін ішіне немізді салып, яғни аджикамызды салып, жаба берсеңіздер болады. Менде бұл банканы жабуға бар жоғы 2 сағат уақытында бөлдім. Арасында тамағымды істеп үлгердім. Яғни қыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Базардан сатып алмай-ақ өзіңіз жапсаңыз болады. Банкамызды жабу барысында ең бастысы біз, яғни закрывашканы қатты қысып жібермейміз. Ең бірінші шетінен қойып, яғни сәл бұралғанша бұрап аламыз. Кейіннен кішкене қысып бұрап отырасыздар. Сол кезде жақсы бұралып, банкаларыңыз атылмай тұратын болады. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Ендігіде бұдан да керемет видеолармен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Астарыңыз дәмді болсын.